Ассалаумағалейкум. Мына байқадыңдар ма? Әр отбасыда сәби күтіп жүрген почти барлығы кімді күтеді? Дұрыс, ер баланы күтеді барлығы. Әрине, ер бала деген ол ұрпақ жалғастырушы, ізбасар, шаңырақта қалатын адам деген сияқты. Оның барлығы түсінікті. Бірақ бала деп біздің қыздарымыз не то что көлеңкеде қалып қойды. Кейбір әкелер бар, қыз туылса бір қайғы қасірет болғандай бір настроениелер түсіп жүреді. Мен келіншегім роддомда болған кезде қасында бір әйел болды, төртінші қыз босанып еңіреп зар жылап отыр дейді. Мен күйеуіме қалай айтамын деп. Қыз тусаң үйге келме деп айтып дейді, жаңағы күйеу айтады. Енді не дейсің оған? Ал қазіргі таңда кеңінен тараған қыздардың аттары қандай? Ұл болсын, Ұлмекен, Ұлтабар, Ұлжан деген сияқты аттар да. Бұл аттардың бар мағынасы сенен кейін қыз болмасыншы деген мағынада. Жаман обидно былай ойлап қарайтын болсаң да, бір жаман обидно. Қыздарымызға бір терең мағыналы ат қоюдың орнына, мысалға, білмеймін, бір Айару, Сезім деген сияқты аттарын быт-шытын шығарып тастаймыз да. Сондай бір ең асып түскен аттардың бірі менің ойымша әрине Жаңылсын деген ат. Жаңылсын деген ол жаңылу, қателесу, шатасу деген мағына береді. Мысалға мынандай ғой, Аллах маған 5 қыз берді, енді 6-шысына жаңылсып, шатасып, маған ер бала берсін деген ғой, астағфиралла. Оның қасында біздің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның ұрпағы қалған жоқ. Ер балалардың барлығы кішкентайынан шетінеп кетті. Біз кім болып соның қасында? Біздің қыздарымыз Аллахтың үлкен бір неғметі, мейірімі бізге берген. Соны бағалап білейік, ағай. Бала деп бір қақсалай бермейік.